Вообще, қазір вот до 2024 года мынау, оказывается, альфа, бета, неше түрлі вирустардың несі шығып жатыр. Қазір екінші омикрон деген вирус, который поражает легкие, сондай шығып жатыр. Одан кейін басқа шабатын қазір аурулар жасап жатыр, который адамдар өмірге деген махаббаты кетіп қалады. Өмірге деген сынып кетеді, мынандай проблема, кризистан. Қазір неше түрлі вирустар шығады, бірінен кейін бір. Вообще өзі мировой сообществода 100 жылда бір сондай, 100 жыл бұрын была болезнь, знаете, испанка деген ауру болды. Оның алдында чума болды 100 жыл бұрын. Қазір испанка мен ненің арасы 100 жыл болды. Осы аурулар 4 жыл жүреді. Допустим, адам простудный болезньмен ауырса, адам 1 жұма ауырады. Онкологиямен адам ауырса, 1 жыл ауырады. Әр аурудың өзінің уақыты бар. Ауыратын инкубационный период, мынандай инкубационный период бар, одан кейін период бар, когда человек болеет и когда он выздоравливает. А қазір осындай мына аурудың біз қазір именно несінде жаулап атқан кезінде тұрып жатырмыз. Сол кездерде енді сосын кейін мен биыл шамандар айтады, бүкіл алтайский, бурятский көріпкелділер, жаңағы бақсылардың айтқан сөзі не только адамдарда осындай болып отыр. Қазір жердің от жанып, бүкіл Якутияның бәрінің қаншама неше мың гектар жерлер жанып кетті. Одан кейін қазір мен океандарда ракушкалардың бәрінің ішінде кальцинаттар жиналып, балықтар да ауырып жатыр дейді. Балық, жаңағы бүкіл дүния жүзінің өзі бір ауру қалап атқан қазір уақыты болып тұр. Енді осы уақыттан аман есен шықсақ, 2024 год, бәр жақсы болып, қазір деген өте нету керек. Махаббаттың табиғатқа болу керек, жер анаға болу керек. Жер күнде айтады екен, ай осыны жұтып қояйын ба депші. Бақсылардың айтқан сөздерінде. Осы адамды жұтып қояйын ба бұл деген жаландап баратыр деп. Поэтому өзі адам іш дүния, іш махаббат дүниясын, семьясына деген сондай равновесие болу керек та адамда. Адам равновесиесі кетіп қалса, бүйтіп, біреу ақшаның қуалап кетсе, біреу жаңағы адамның несін қызғаныш пайда болса, қазақтың бір сөзі бар ғой, ойбай мынаның пейілі сұмдық жаман болып кетті, мынау біреуді жұтып алмаса екен деп, бұрын қазақтардың бабаларымыздың айтқан сөздер болған. Іш мынандай равновесияны жоғалтпау керек та. Сонда коронавирустан тазалану үшін әлі де 3-4 жыл уақыт керек па жер беті? 4 жылдай. До 2025 года, бұл до 24-го. Бір вирус кетеді, қазір омикрон келеді, омикроннан 2 вирус келеді, одан кейін басты. Ең несі самый сложный, мына сосуды головного мозга, көтеріліп ауыратындар, көтеріліп ауырады, көп суицид болады, потому что энергоинформационное поле Земли, знаете, бәрі же бұл дүнияның несі энергия ғой. Күнді мына біздің планета бүйтіп айналып тұрады. Мұның бәрі энергия. Мына информациялық энергия біз адамдар жаман ойымызбен кірлетіп алдық. И адам өлем десе бір күн өліп қалады ғой. Ойбай, бір маған кісілер келеді, өмірден шаршадым. Вообще, мен өзім пал ретінде, бақсы ретінде айтамын көп азаматтарға, өлгім келеді, шаршадым бұл дүниеден десең, сенің ең естіп, қой мынау шаршады бұл дүния, азап дүниядан.
алыңдар бұны дегенде адам өліп қалады. Простуттан Алла тағала ризамын саған, Алла тағалам бергеніңе мың тауба деп сөйлеу керек. Алла тағалам бұл үйіңнің қасында терек егу керек. Терек, неше түрлі терек егіңдер. Үйге неше түрлі гүл егіңдер. Үйдің жаңағы тұрған жеріңдеріңдегі суды тазалап ұстау керек. Судың да есі ренжиді ғой. Судың есі Сүлеймен деп біздің бабаларымыз айтқан, су есі ренжісе жылайды екен, жылағанда Құдай айтады екен, ей мынау адамдар әбден суды лайлап тастады, мыналарды алып тастайын депші. Бұл бір Құдайдың, Алланың берген бір бізге қас қабағына оңбай түсіп тұрмыз да қазір адамдар. Осыдан 7 жыл бұрын ба, 10 жыл бұрын көп осы Қазақстанға келгенде бір кісі маған келді, көп не өлтірген. Алейінді қалай дейді қазақша? Маралды, бұғыны көп өлтірді. Одан кейін осы Қазақстанда бір жаман пайда болды. Ақша табамыз деп көп біздің вообще қазақтың ең бүркітпен ақсұңқар тамақ ішкенде бүйтіп, менің бабам қойшы болғанда айтатын, ақсұңқар ең қасиетті құс. Сенің неңнің қасына ақсұңқар қонса, саған бақ қонды деген. Ақсұңқар бүйтіп тамағын бүйтіп қасымдағы құрт құмырсқа, торғайларда жеп кетсін, жалғыз өзім бұл тамақтанбайым деп тапқан добычасын елдің бәрімен бүйтіп нетіп жейді екен, бөлісіп жейді екен. Сонда ақсұңқарға Алла тағаламның үлкен батасы түскен екен. Неге ақсұңқарды арабтар бүйтіп соққыл деп керемет, орыстар соққыл деп нетеді, потому что ол ең қасиетті құста. Осы 5 жыл бұрын Қазақстанда, Россияда соларды ұстап, соларды сатып, қиынап, сұмдық болып адамдар көтерілді. Соның түбі оңбады сол адамдарда, бірақ та сондай табиғатқа деген үлкен махаббат болу керек.